Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен жылу машинасының пайдалы әсер коэффициентіне арналған есептер шығаратын боламыз. Бірінші есеп. Идеал жылу машинасында қыздырғыштың абсолют температурасы салқындатқыштың температурасынан 3 есе көп болса, онда оның пайдалы әсер коэффициенті. Яғни қыздырғыштың температурасы ол Т1. Сонда қыздырғыштың температурасы салқындатқыштың температурасынан, яғни салқындатқыштың температурасы Т2. Сонда қыздырғыштың температурасы салқындатқыштың температурасынан 3 есе көп, сонда 3 көбейтілген Т2 болады. Біз оның пайдалы әсер коэффициентін табуымыз керек. Яғни пайдалы әсер коэффициенті eta. Идеал жылу машинасының пайдалы әсер коэффициенті eta келесі формамен анықталады, яғни Т1 азайтылған Т2 бөлінген Т1 көбейтілген 100%. Сонда мына формадағы Т1-дің орнына, мына жердегі Т1-дің орнына мен 3 Т2-ні апарып қоямын. Өйткені қыздырғыштың температурасы салқындатқыштың температурасынан 3 есе көп. Сонда орнына апарып қоятын болсақ, eta тең болады 3 Т2 азайтылған Т2 бөлінген мына жақта 3 Т2. Сонда азайтқан кезде бізде жоғарыда 2 Т2 бөлінген астында 3 Т2 болады. Т2 мен Т2 қысқарады. Мына жерде көбейтілген 100% жазатын болсақ, 2-ні 3-ке бөлетін болсақ, бізде 0,66 көбейтілген 100%. Сонда көбейтсек бізде 66%, немесе жоқтап алғанда біз оны 67% деп жазуымызға да болады. Келесі, қыздырғыштың температурасы 800 Кельвин. Қыздырғыштың температурасы Т1 800 Кельвин. Ал суытқыштың температурасы Т2. Т2 бізде 400 Кельвин, яғни Т2 400 Кельвин болса, онда жылу машинасының пайдалы әсер коэффициентінің мәнін табуымыз керек. Пайдалы әсер коэффициенті eta. Яғни оның формуласы Т1 азайтылған Т2 бөлінген Т1 көбейтілген 100%. Орнына қойып есептейік, бізде температуралы белгілі. Яғни орнына қоятын болсақ, eta тең болады. Т1 бізде қанша? 800 азайтылған 400 бөлінген Т1 800 көбейтілген 100%. Сонда 400 бөлінген 800 болады. Көбейтілген 100. Сонда мына жерде 2 0 мен 2 0 қысқартайық. Сонда 4-ті 8-ге бөлетін болсақ, ол 1 бөлінген 2. Яғни 1 бөлінген 2 ол 0,5. Сонда 0,5-ті көбейтеміз 100%-ға. Сонда бізде 50% деген шығады екен. Яғни жылу машинасының пайдалы әсер коэффициенті 50%-ға тең. Келесі, идеал жылу машинасының қыздырғыштың температурасы 117 градус. Егер есепте температура градуспен бөлінетін болса, онда кішкентай Т. Яғни Т1 ол бізде қыздырғыштың температурасы 117 градус. Ал тоңазытқыштікі Т2 27 градусқа тең. Егер қыздырғыштан 1 секунд ішінде, яғни уақыт бізде оны таумен жазайық, яғни 1 секунд ішінде алатын жылу мөлшері 60 киложул болатын болса, яғни қыздырғыштан деп жатыр, яғни қыздырғыштың жылу мөлшері ол Q1. Сонда біз Q1 60 киложул, яғни 60 көбейтілген оның 3 дәрежесі джоуль деп жазамыз. Яғни қыздырғыштың жылу мөлшері ол Q1. Яғни бұл есепте біз екі нәрсені табуымыз керек: машинаның пәкін, яғни пайдалы әсер коэффициентін, және де тоңазытқышқа берілген жылу мөлшерін. Екі физикалық шаманы табамыз, яғни пайдалы әсер коэффициенті eta және тоңазытқышқа берілген жылу мөлшері ол бізде Q2. Ал енді берілгенде қарайтын болсақ, мына жерде температура градуспен берілген. Ал біздің формулада, яғни пайдалы әсер коэффициентінің формуласында мынандай Т1 азайтылған Т2 бөлінген Т1. Сонда біз градустан Кельвинге өтуіміз керек. Яғни бізде Т1 градустан Кельвинге өту үшін, яғни градустағы температураға 273-ті қосамыз. Солай ма? Т2 ол да дәл солай болады. Яғни Т2-ге қосам 273-ті. Мына жердегі Т1 дегеніміз ол біз жаздық мынау 117, ал Т2 деген ол 27 градус. Сонда 117-ге 273-ті қосатын болсақ,
390 кельвин болады. Ал келесі 27-ге қосатын болсақ 300 кельвин болады. Ал енді пайдалы әсер коэффициентін тауып алайық. Сонда eta тең болады T1 минус T2 бөлінген T1. T1-ді келтіріп шығардық, яғни градустан кельвин өткіздік. T1 бізде 390. Сонда 390 азайтылған T2 300 бөлінген 390. Сонда бөлетін болсақ бізде 0,23 деген шығады екен. Пайдалы әсер коэффициенті 0,23. Ал енді біз Q2-ні табуымыз керек. Яғни тоңазытқыштың жылу мөлшерін табу үшін біз келесі формуланы пайдаланамыз. Яғни eta тең ол A бөлінген Q1. Солай ма? Біз пайдалы әсер коэффициентін тауып алдық. Ал енді осы жерден мен A-ны тауып аламын. Яғни осы жерден A-ны табатын болсақ, A тең болады eta көбейтілген Q1. Сонда eta бізде 0,23 көбейтілген Q1 есептің шартында 60 киложол. Солай ма? Сонда 60 көбейтілген оның 3 дәрежесі болады. 60 оның 3 дәрежесі. Ал көбейтейік. Сонда 13-те 8 көбейтілген оның 3 дәрежесі шығады екен, джоуль. Біз оны жуықтап алғанда 13-те 8-ді 14 деп алатын болсақ, 14 оның 3 дәрежесі джоуль болады. Ал енді жұмыс тауып алдық. Ал енді Q2-ні табу үшін, яғни атқарылған жұмыс, ол Q1 азайтылған Q2-ге тең. Осы жерден біз Q2-ні табатын болсақ, Q2 тең болады. Егер де осындай формуланы келтіріп шығаруға қиналатын болсақ, біз сан беріп табуымызға болады. Яғни, A-ның, мына жерде Q1, Q2-ның орнына сан берейік. Мысалға, мына жерге 3 деп берейін. 3 тең 5 азайтылған 2. Сонда 3-тің орнында бізде A тұр, е? Ал Q1-дің орнында 5 тұр. Q2-ның орнында 2 тұр. Сонда біз Q2-ні табуымыз керек. Яғни 2-ні. 2-ні табу үшін 2 тең болады 5 азайтылған 3. Сонда 5 деген ол бізде Q1 болып тұр, е? Сонда Q1 азайтылған A болады. Ал енді осы формуланы қойып, біз Q2-ні тауып алайық. Q2 тең болады Q1. 60 көбейтілген оның 3 дәрежесі азайтылған A бізде 14 көбейтілген оның 3 дәрежесі. Біз мына оның 3 дәрежесін жақшаның сыртына шығаратын болсақ, сонда 60 минус 14 болады. Ал енді 60-тан 14 азайтайық. 46 оның 3 дәрежесі джоуль болады екен. Яғни бұл салқындатқыштың жол мөлшері. Яғни Q2-ні табу үшін біз жұмысты тауып алуымыз керек. Жұмыстың тауып алдық, одан кейін жұмыс дегеніміз ол, яғни Q1 мен Q2-ның нысы, солай ма? Жұмыс тауып, осы формуладан біз тоңазытқыштың жылу мөлшерін анықтадық. Келесі, идеал жылу машинасына қыздырғыштан алынатын әр киложол энергия есебінен, яғни қыздырғыштан алынатын энергия. Яғни Q1, мына жерде килоджоуль деп жазылған, яғни килоджоуль деген ол оның 3 дәрежесі джоуль. Немесе 1000 джоуль деген сөз. Яғни қыздырғыштың беретін жылу мөлшері ол Q1. 300 джоуль жұмыс атқарады. Сонда A 300 джоуль. Егер тоңазытқыштың температурасы 280 кельвин болса, тоңазытқыштың температурасы T2. Ол 280 кельвин. Машинаның пайдалы әсер коэффициентін табуымыз керек. Eta. Одан кейін қыздырғыштың температурасын табуымыз керек. Қыздырғыштың температурасы T1. Пайдалы әсер коэффициентінің формуласы eta тең A бөлінген Q1. Осы жерде мен пайдалы әсер коэффициентін тауып алуым болады. Бізде мынау жұмыс белгілі, A, Q1 белгілі, орнына қойып есептейік. Сол кезде eta тең болады. Атқарылған жұмыс бізде 300, ал Q1 1000. Сонда мына 2 0 мен 2 0 қысқарады. Сонда 3-ті 10-ға бөлетін болсақ, 0,3. Яғни пайдалы әсер коэффициентін тауып алдық. Егер де 100-ге көбейтетін болсақ, 100%-ға бізде 30% шығады екен. Ал енді қыздырғыштың температурасын табу үшін біз идеал жылу машинасының пайдалы әсер коэффициенті формуласын пайдаланамыз. Яғни T1 азайтылған T2 бөлінген T1. Бізде eta 0,3 шықты, солай ма? Яғни
мына жерде Т1. Егерде мен Т1-ді былай қарай көбейтетін болсам, сонда eta Т1 тең болады Т1 азайтылған Т2. Сонда орнына қояйық, бізде 0,3 Т1 тең болады Т1 минус Т2 бұл салқындатқыштың температурасы. Есептің шартында салқындатқыштың температурасы 280, солай ма? Сонда орнына қояйық, Т2-нің орнына 280. Осы жерде мен Т1-ді табуым керек. Сонда Т1-ді былай қарай өткізетін болсақ, минус болып өтеді, солай ма? Сонда 0,3 Т1 минус Т1 тең болады минус 280. Сонда 0,3 Т1 азайтылған Т1 болады, яғни мына жерде 1 тұр. Сонда азайтсақ минус 0,7 Т1 қалады, солай ма? Мына жақта минус 280. Мына жерде минустар қысқарады. Сонда 0,7 Т1 тең 280. Осы жерден Т1 табайық. Сонда Т1 тең болады 280-ді бөлеміз 0,7-ге. Бөлетін болсақ, бізде 400 кельвин шығады. Яғни қыздырғыштың температурасы бізде 400 кельвин. Келесі есеп, жұмыстық дене қыздырғыштан алған әрбір киложол энергия арқасында, яғни қыздырғыштан алған энергия, яғни қыздырғыштың берген жол мөлшері Q1 ол килоджоуль деп атыр. Яғни кило деген ол оның 3 дәрежесі джоуль. Яғни қыздырғыштың берген жол мөлшері ол 1000 джоульге тең. Арқасында, яғни энергия арқасында ол 300 жол жұмыс атқарды. 300 джоуль. Егер суытқыштың температурасы Т2 290 кельвин. 290 кельвин болатын болса, біз оның пайдалы әсер коэффициентін табуымыз керек. Және де қыздырғыштың температурасын табуымыз керек. Қыздырғыштың температурасы Т1. Бағанағы алдындағы есепке ұқсайды, сол сияқты шығарамыз, яғни eta тең А бөлінген Q1, солай ма? Яғни бізде А 300, ал Q1 1000-ға тең. Сонда бөлетін болсақ, бізде пайдалы әсер коэффициенті 0,3 шығады. Тұра бағанағы сияқты eta тең Т1 минус Т2 бөлінген Т1 деген форманы пайдаланып, осы жерден біз Т1-ді табайық. Сонда Т1-ді көбейтетін болсам, Т1-ді былай қарай этаға көбейтейік. Сол кезде eta Т1 тең болады Т1 минус Т2. Ал мына жерде Т2-нің орнына мен 290-ды қоям. Ал мына жақтағы этаның орнына, eta бізде қанша шықты? 0,3 шықты, солай ма? 0,3-ті мына жердегі этаның орнына қояйық. Сол кезде 0,3 Т1 азайтылған Т1 болады, тең 290. Сонда 0,3 Т1 Т1 азайтылған Т2 азайтқан кезде 0,7 болады, солай ма? Минус 0,7 Т1 тең 290. Осы жерден Т1 табайық. Сонда Т1 тең болады 290-ды бөлеміз 0,7-ге. Бөлсек, бізде 414 кельвин шығады екен. 414 кельвин. Қыздырғыштың температурасы 390 кельвин. Яғни Т1 390 кельвин. Егер есептің шартында градуспен берілген болса, біз градусты кельвинге өткізіп аламыз керек. Ал суытқыштың температурасы Т2 300 кельвин. Жұмыстық дене 1 секундта, яғни Т тең 1 секунд уақыт ішінде қыздырғыштан 6 көбейтілген оның 4 дәрежесі джоуль жылу алып отырса, яғни қыздырғыштың берген жылу мөлшері, яғни қыздырғыш 6 көбейтілген оның 4 дәрежесі джоуль жылуды береді, ал салқындатқыш сонша мөлшердегі жылуды алады. Жылу машинасының пайдалы әсер коэффициентін табуымыз керек, eta, және де қыздырғыштың қуатын табу керек, N. Қыздырғыштың қуаты. Этаны табу үшін температура қатысқан формуласын пайдаланамыз. Т1 азайтылған Т2 бөлінген Т1, солай ма? Орнына қойып есептейік. Сонда Т1 390 азайтылған 300 бөлінген 390.
Sonda 90 bölінген 390 0,23 шығады. Ал енді біз пайдалы әсер коэффициентін тауып алдық. Ал енді қуатты табу керек. Яғни қуаттың формуласы, қуат деген ол бірлік уақыт ішінде атқарылған жұмыс А. N бөлінген Т. Қуат деген сол жұмыстың уақытқа қатынасы. Бізде уақыт белгілі 1 секунд. Ал енді біз жұмысты тауып алуымыз керек. Жұмыс. Яғни пайдалы әсер коэффициентінің формуласы А бөлінген Q1. Солай ма? Осы жерден біз жұмысты тауып алайық. Сонда А тең болады eta көбейтілген Q1. Осы формулада мен жұмысты тауып аламын. И мына жердегі қуаттың формуласындағы жұмыстың орнына апарып қоямыз. Яғни сонда А тең болады eta көбейтілген Q1. Ал қуат А бөлінген Т. Солай ма? Сонда мына жерге апарып қоятын болсақ, мына өрнекті бізде eta көбейтілген Q1 бөлінген Т болады. Eta қанша шықты бізде? 0,23. Q1 6 көбейтілген оның 4 дәрежесі. Уақыт бізде 1 секунд. Бөлетін болсақ, 1,38 көбейтілген оның 4 дәрежесі. Жуықтап алғанда, егер осыны біз оның 3 дәрежесіне келтіретін болсақ, онда 13,8 болады. Солай ма? Оның 3 дәрежесі. Біз оны 14 деп алуымызға болады. Яғни 14 оның 3 дәрежесі қуаттың бірлігі ватт. Немесе біз оны 14 киловатт деп жазуымызға да болады. Келесі. Идеал жылу машинасына қыздырғыштың температурасы салқындатқыштың температурасынан 3 есе көп. Сонда Т1 тең болады 3 көбейтілген Т2. Яғни мынау қыздырғыштың температурасы, мынау салқындатқыштың температурасы. Сонда қыздырғыштың температурасы 3 есе көп болып тұр. Сонда, егер қыздырғыш, яғни Q1 40 киложол, 40 көбейтілген оның 3 дәрежесі джоуль. Жыл мөлшерін беретін болса, газдың жұмысын табуымыз керек. Газдың жұмысы А. Газдың жұмысын табу үшін біз ең алдымен пайдалы әсер коэффициентін тауып алуымыз керек. Яғни, газдың жұмысы ең алдымен пайдалы әсер коэффициентінің формуласын жазатын болсақ, eta тең болады А бөлінген Q1. Осы жерінен жұмыс табайық. А тең болады eta көбейтілген Q1 болады. Солай ма? Яғни Q1 бізде берілген. Яғни жұмыс табу үшін бізге etаны табу керек. Яғни eta деген пайдалы әсер коэффициентінің формуласы ол Т1 азайтылған Т2 бөлінген Т1. Солай ма? Сонда мына жердегі Т1-дің орнына мына жердегі 3 Т2-ні апарып қоямыз. Сол кезде 3 Т2 азайтылған Т2 бөлінген 3 Т2 болады. Сонда 2 Т2 бөлінген 3 Т2. Мына жерде Т2 мен Т2 қысқарады. Сонда бөлетін болсақ 0,66. Біз пайдалы әсер коэффициентін тауып алдық. Енді осыны мына жерге апарып қоямыз. Мынау жұмыстың формуласына апарып қойып жазайық. Сонда А тең болады eta көбейтілген Q1 болатын болса 0,66 көбейтілген бізде Q1 40 көбейтілген оның 3 дәрежесі. Көбейтсек 26,4 шығады екен. Сонда 26,4 көбейтілген оның 3 дәрежесі джоуль. Немесе сол 26 деп алуымызға да болады. Сонда 26 килоджоуль деген сөз. Яғни атқарылған жұмыс 26 киложолға тең. Осымен бүгінгі жылу машиналарының пайдалы әсер коэффициентіне арналған есептерді шығару аяқталды. Егер сізге осы есептердің шығарылуы түсінікті болатын болса, онда мына жерге комментарий астына өз ойларыңызды жазып қалдырсаңыздар болады.